Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Сіздермен бүгін Серпін пресс-клубының мүшелері, мен Калия Исана және Абилхайыр Мадина. Қадыр Мырза Әли атындағы жалпы орта мектебі тірек мектебіне айналған болатын. Осы Атырау қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебімен біз қазіргі уақытта тығыз байланыс жасап, тәжірибе алмасудамыз. Желтоқсан айында Кали Айсана, Абилхайыр Мадина, Жолтаев Нұрасыл, Микаянов Әлижан осы Назарбаев зияткерлік мектебіне барып тәжірибе алмасқан болатын. Осы тәжірибе алмасу барысында біз Анвар Жаманқұловичпен бірге Adobe Premiere Pro бағдарламасында қалай монтаждау керек, қалай видео түсірілім жасау керек, қалай камерамен жұмыс жасау керек деген тақырыптарда тәжірибе алмасқан едік. Дәл осы тәжірибемізді келіп мектебімізге практика жүзінде жасап, 1 наурызда Серпін пресс-клубын ашқан едік. Қазіргі таңда Серпін пресс-клубында 10-ға жуық оқушылар белсенді жұмыс жасайды. Әртүрлі мерекелік іс-шаралар, мектепшілік шараларда видео түсірілім жасау үстіндеміз. Осы жақын арада 28-30 наурыз аралығында бізге Атырау қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің мұғалімдері біздің мектебімізге келіп тәжірибе алмасқан болатын. Соның Анвар Жаманқұловичпен бірге біз осы телестудияның қыр-сырларымен танысып, тағы да телестудияның қыр-сырларын жетілдірген болатын. Осы арқылы біз қалай сұхбат алуды, қалай монтаждауды, қалай түсіру керек екенін үйренген болатынбыз. Осы Анвар Жаманқұловичпен бірге мектебімізде оқушылардан сұхбат алып, тілдесіп, өзімізді әрмен қарай жетілдірдік десек те болады. Осы сұхбат алып, оны Adobe Premiere Pro бағдарламасына салып, монтаждап, қалай эффект қосу керек екендігін түсінген едік. Қазіргі таңда осы телестудиямыз, яғни Серпін пресс-клубы, библиография, видео түсірілім саласына бағытталған оқушылардың қызығушылығын арттыруда үлкен рөлге иемденіп келеді. Барлық осы тәжірибелерді жинақтай келе, саралай келе, біз болашақта телестудия жұмысын әрі қарай қарқынды жүргіземіз деген ойдамыз. Ендеше біздің бағдарламамыз аяқталды. Сіздермен болған мен Калия Исана, Абилхайыр Мадина. Сау болыңыздар.